Қазақстанда жаңа челлендж ұлттық киім. Республика күні қарсаңында әлеуметтік желіде қазақтың ұлттық киімін насихаттайтын жаңа челлендж басталды. Бастаманы мәжіліс депутаты Ермұрат Бапи деп бөлісіп қолдайтынын айтты. Оның жазбасын бір күнде 400-ден астам желі қолданушысы бөлісіп, елімізде діни киім емес, ұлттық киім сәнге айналу керектігін айтып жатыр. Жастар оқу орындарында ұлттық киімдерді ұлықтап хиджабқа қарсы шығуда. Қара түнек емес, жарқын, құлпырған жарық өмірді таңдайтын көрсетуде. Қаны қазақ, жаны қазақ, елім деген ұлтшыл саналы жастар қолдаңыздар делінген жазбада. Бұл челленджді еліміздегі белді компаниялардың бірінің басшысы Айдын Рахымбаев та қолдады. Әр айдың екінші жұмасы компанияда Қазақ стайл күні деп жарияланды. Қызметкерлер ол күні ұлттық нақышта киініп, жарқырап жайнап келеді. Сол арқылы күнделікті жұмыс күнін сәлден болсын өзгешелендіріп, өз дәстүріміздің мәдениетімізді дәріптейміз деп жазды компания басшысы. Ал сіз ұлттық киімді насихаттауға арналған бұл челленджді қолдайсыз ба? Ұжымыңызда осындай дәстүр болғанын қалайсыз ба? Комментарийде бөлісіңіз.